Достар, барлықтарыңызға сәлем, және менің арнама қош келдіңіздер. Және бүгінгі видеода мен сіздерге өте керемет влогты түсіретін боламын. Және бұл влогта сіздер 2 күнді көретін боласыздар. Біз класстарымызбен бірге пикникке баратынбыз, және Алматыдағы апортқа барған кез туралы болады. Сол жердегі пикниктегі неге біз суда кешіп өткенімізді, қалай мен суға құлап түскенім, сол жерде барлығы бар. Қызық болса аяғына дейін көріп, арнама 400 подписчикке жеткізіп тастаңыздар, және де 370 подписчикке рахмет. Сағат 8:30-да үйден шықтық, таксиге отырдық және апортқа бара жатырмыз. Сіздерге бұл влогты керемет қылып 3 күнді немесе 2 күнді түсіретін болам. Апорт, пикник бәрі бар, аяғына дейін көріп, арнама тіркеліп кетіңіздер. Және Инстаграм парақшамда қызықтың бәрі бар. Және бірінші жаңалықтарды Инстаграмнан көресіздер. Осылай апортқа келдік. Апорттың ашылуына 20 минуттай күттік. 20 минуттан кейін жүрдік ары-бері және осылай самсалып жедік. Так, достар, біз ертеге балдық, поэтому апорт жабық. Сағат 10-да ашылады, 20 минуттан күту керек. Так, біз апорттың ішіне кірдік. Қазір киімдер көріп жатырмыз. Не аламыз? Вот, біз дүкен аралап жүрік. Қазір бір киімде таба алмай жатырық. Әлі шоппинг жасап жүрміз, яғни заттар таппай жүрміз. Солай. Бірақ апорттың ішінен біз осындай суши заказ бердік, пицца заказ бердік. Және қазір тамағымызды күтіп отырмыз. Және біздің бет өте әдемі болып тұр. Біз сіздердің жанынан отыр. Және біздің заттар келді. Маргарита суши және Аляска суши, Маргарита деген пицца алдық. Сосын осындай ойыншықтардың жанына келдік. Шындайсам, осындай ойыншықтар өте қатты ұнайды. Әсіресе видеоға түскенде өте әдемі түседі. Солай. Сосын аксессуарларға келдік. Мына жерде бізде уходовый заттар бар екен. Түгел. Ойбай, бала деп апорт прям күшті болып тұр. Солай. Балалар ойнайтын жер бар екен. Жер бар екен деп білемін. Бірақ білмеймін, шатасып тұрмын. Біз үйге қайттық. Үйде осындай шашлыктар алып келді папа. Пепси алып келді. Бүгін 7 мамыр. Бізде келесі күн, қазір сағат 6-дан 32 кетті. Қазір бетіме маска істене отырмын. Мен шықтым. Қолымда бір пакет тамақ бар ғой. Біз бөліп алып заттарды пикникке баратын болғандықтан солай. Негізі вообще-то қуып өзімше көйлек киін деген ғой. Бірақ пикникке ыңғайсыз ғой. Ойнаймыз дегенде. Сол. Бірінші рет шықтық, так что мен сіздерге керемет влог ретінде түсіремін. Кейін есте қалатын болады. Привет. Кім пісірді пиццаны? Білмеймін, Мейіржан берді. Мейіржан пісірмей сатып алған сияқты отыр, не барсың? Жоқ, пісірген сияқты. Әкелдіш бірінші қалмашқы. Құмаш мені. Сен тауға дейін қадырмайсың ба? Біз таңертең чай ішпен ана шарапта ғой, 8:00-да. Біз шықтық енді. Барлығы күшті болып тұр. Dostlar, seni Almatı'dan bulacağım. Onu aldıydım bir. Şuradan. 10 Burada.
Келдік наконец-то. Бірақ мына жердің бәрі құмырсқа ғой. Білесіздер ме? Қазір орын таба алмай жатырмық. Апайымыз қайда? Апай ана жақта жүре бер. Автобус кетіп қалды ма? Ой. Апай басқа жаққа барайықшы. Ey, доп қайда? Апай өз. Мен сумкам қайда? Ауыр бірдеме көтереміз, өтіп кетеміз. Давай. Ауыр. Апай. Апай қайда? Өтіп барады ғой. Қайсы? Апай. Мен өтем. Апай, кетіп қалмаңыздар қарай. Кетпесін. Барады да сол ойнап отыр. Бай. Апай, сюда бақа бар. Бақула бар десем оғым. Өтіріп қоғады. Бірақ айнек болмасын. Аяққа кірсе. Жоқ, бетек, ана кішкентаймен өтіп. Жарайды, жүріңдер кет. Қолмен ай. Заттарды алып берем. Қайтан кететін болдық. Ой. Аяқ кемшенем. Қақы отырасың. Аяқ кемшенем. Бәрі немен өтіп жатыр? Нет, судан өте алмай қалдық қой. Это ма. Жалаңақ өтіп жатыр. Жайып жатыр. Ойнайын. Датқа жоқ па? Міне мынаны қағып. Өтірік қалай жылжыт қояйын енді. Болмай қалды ғой. Давай. Тоқтаса кішкене үлгерейін де түсіріп. Мынаны бір жетейін деп тұр. Сумкам қайда? Доп ойнап жатыр. Барлығы. Кесіп келмеді. Жан-жақта түсіріп. Давайте. Майоқты да жүрген. Ес кішкене сәлем жолдасаңдаршы. Әлі сәлем жолда. Сәлем. Ойбай азамат күштерін асасың. Апай. Тарелка керек па? Ағалан, сумкам берсаш. Давай. Я. Рахмет. Міне тұрғой жетеді. Оратырш жемеді қай. Аттай алмайды. Әкел, не пісірдің? Мені ауыстырып салшы. Мен Джеймс. Давайте бір пакет арнандар шынды артып қалғандарын толтырамыз, салып отырамыз. Салшы ана Дейміз, қазір келді қызықты видео салатын болам. Білмем, группада айтты ол барады деп, бірақ бармады ол. Бастыққа. Яно қатады ғой. Неге ыңғайсыз? Білмем. Ой, неге аяққа барыңдар? Тақса құлан жарып Не отыр? Керек болса.
Алмайсың ба енді пук деймін. Ыстық шығар. Тұзақ келсеңдер. Қайдан білемін мен, бірде қарасам ыстық сияқты. Былай кішкентай аяғына келе сал қолына. Тастайсың. Любой жерге жеңіп дейсің. Ойбай. Енді күліне жанады. Күліне қайтады. Ал ақжол бәрін ағаш мағашынан бәрін алып киеді. Болсаңдаршы. Мына толып тұр. Тұз не істеймін? Әке бір. Толық сала берші бұл. Оқ деймін. Көп па? Жоқ. Өтірік на. Сендер тиктоктан көріп істеп жатсыңдар ма не? Жоқ. Анау таңғарам. Бәсе. Түгел жанып бітіп Әке бағам болмайды. Біреу жеке тұра алды, тұра түсір. біреуін апарып Бірінші біреуін алсаңдаршы, қазір пісірмей қалады. Әдібек, түнгі қоятын әлі болмайды. білем ғой анау от түгел пісіп өшу керек қой. Өші бауырым, өші тұршы. Ояққа одан алмай жандырып. Жанбаймын мен. Ойбай, күшті ұстап тұрсың әлбек. Әдет сенде өшпегендегі алып қойшы. Мен түсінесің. Иә. Шашлык жасырмай деймін ғой. Кідіріңдер. Шашлык қана керек, сендер кіреміз. Түсіре бер. Ойбай, отыра бер. Ойбай, пісің. Алуа, не істеп жүрсің? Және бір соғал кейге. Аянды алсай. Мынаға соған. Ойбай, ай, аяғым. Ай. Мәні сырғана қой, телефон түсіп кетесің сияқты. Айбай, аяғым қат. Ой. Уже бізде влог аяқталып қалды. Ой, влог деппін ғой, пикник. Жарты зат шашлык бәрін жедік енді. Екінші партия шашлык пісірді. Сен туралы ойлай берем. Жүрегімнен естіген қалдырмын бір ауыз сөз айтайын ашуымдамас менің есігін қағып тұрмын аш бір ауыз сөз айтайын бас күшті отырып музыкамен олар шашлык пісіріп жатыр екінші рет біз тамақ жеп отырып қой Най барғына Кеп тұрмын жүрегімнің алдында Сағынып қалсын дейсің бе Сағынып қалсын дейсің бе Сағынып қалсын дейсің бе Сағынып қалсын дейсің бе Неге менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе Менің есігін қағып тұрмын аш бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас біттік болды ойбай енді қазір үйге қайтамыз барлығын реттеп жатырмық
Түнек бітті. Біз қайт келе жатырық. Просто мен түрмеден сұрап отырмаңыздар. Кәдімгідей ұйқым келіп тұр. Кішкене шаршап кеттім. Шашым шешіліп кетті. Бағана мен общем былай болды да. Бағана мен суға құлап түстім. Есіл кезде су басым түгел су болып шықты ғой. Мен артық киім алмағам, сол су болып енді кеуіп сол үйге келе жатырмын. Тала күшті болып тұр. Достар, менің осымен видеом аяқталды. Бірден айта кетейін, бұл видеоны монтаждаған кезде кішкене телефонның бір функциясы дұрыс істемей қалды. Сондықтан бір күштілеп тұрып монтаждаған жоқпын, бірақ та барынша монтаждауға тырыстым. Ұнады деген ойдамын, келесі видео өте пайдалы видео болады. Әсіресе осы жаз айына байланысты бағалап кетіңдер.